Баршаңызға сәлем. Келе жатқан 8 наурыз мейрамымыз құтты болсын. Мерекеге орай менен осындай керемет дәмді торттың рецебін қабыл алыңыздар. Бір үлкен немесе 2 кіші жұмыртқаға 90 грамм қантты, 50 грамм табиғи балды салып араластырамыз. Орташа отқа қойып, үнемі араластырып отырамыз массамызды, қантымыз ерігенше. Қант ерігеннен кейін жарты шай қасық соданы салып араластырамыз. Массамыз 2 есе ұлғайып көпіреді. Отты өшіріп, шым-шым тұз, 50 грамм сары майымызды салып, ерігенше араластырамыз. Ыстық масса өзіне ұнды көп қабылдайтын болғандықтан, бөлме температурасында кішкене суытып аламыз. 200 грамм ұнымызды аз-аздан салып, қамыр елейміз. Қамырымыз басында сұйық көрінуі мүмкін, бірақ ұнды толық салып араластырғаннан кейін үстелге тағы кішкене ғана ұн сеуіп, қамырымызды соның үстінде қолға жабыспайтындай болғанша ғана илейміз. Тоңазытқышқа 2 сағатқа немесе асығыс болсаңыздар, мұздатқышқа жарты сағатқа 20 минутқа қойсаңыздар болады. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызды 3-ке бөлеміз. Бірден пергамент қағазына ұнын сеуіп жаятын боламыз. 8 санын А4 қағазынан кесіп алдым, ұзындығы 25 см. Жайылған қамырдың үстіне бірінші ұн себеміз, жабысып қалмас үшін. Одан кейін 8 санын қойып, пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Қалған қамырды жинап, 4-ші коржды пісіреміз. Ол кішкене қаттылау болғандықтан, тортты жинағанда ең астына қоямыз. Вилканың көмегімен тесіп, 200 градуста 3-4 минут сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Әрлеуге қалған қамырдан әр түрлі пішінді печеньелер пісірсеңіздер болады. Креміне 600 грамм творожный сыр, 200 мл сливки 33%, 150 грамм сахарный пудраны қосамыз. Кремді кондитерлік қалташаға салып, ұшын керек көлемде кесіп, тортымызды жинаймыз. Тоңазытқышқа кремі сіңгенше 3-4 сағатқа қоямыз. Тортты әсемдеу өз қалауларыңызға қарай. Әдемі әрі дәмді мерекелік тортымыз дайын. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлжан Нұрболатқызы, назарларыңызға көп рахмет.